Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз ерітінді тақырыбын жалғастырамыз, және бұл видеода біз еріген зат пен еріткіштің массасы бойынша еріген заттың массалық үлесін табуды үйренеміз. Негізінен өткен видео бізде тәжірибелік видео болды. Бұл видеода біз берілген натрий хлоридінің массасы бойынша және ерітіндінің массасы бойынша осы натрий хлоридінің массалық үлесін табуды үйрендік. Массалық үлесті тапқан кезде біз осы еріген заттың массасын ерітіндінің массасына бөліп, оның осы ерітіндідегі массалық үлесін табамыз. Немесе осы массалық үлесті пайызбен көрсету үшін осы жаңа тапқан үлесті 100%-ға көбейтіп, оны пайызбен де көрсете аламыз. Оны біз осы видеода үйрендік. Ал осы видеода сол білімді қолданып, біз жаттығу есептерді шығарып, еріген заттың массалық үлесін табуды тағы да үйренейік. Бірінші есеп: келесі ерітінділерде еріген заттың массалық үлесін анықтаңыз. А. Массасы 29,5 грамм магний хлориді 100 грамм суда ерітілді. Біріншіден, ерітінді қандай екі компоненттен тұратындығын жазып алайық. Ерітінді бізде еріген зат пен еріткіштен тұрады. Еріген зат бұл мысалда магний хлориді, және магний хлоридінің массасы 29,5 грамм. Еріткіш бұл жерде су, және судың массасы бізде 100 грамм. Енді ерітінді осы екі компоненттен тұратындықтан ерітіндінің массасы бұл 29,5 грамм, қосамыз 100 граммды, сонда бізде 129,5 грамм шығады. Бұл барлық ерітіндінің массасы, бұл 100%. Енді еріген заттың массалық үлесін табу үшін еріген зат бізде магний хлор 2. Біз оның массасын барлық ерітіндінің массасына бөлеміз. Еріген заттың массасын ерітіндінің массасына бөлген кезде біз массалық үлесті табамыз, және бұл массалық үлесті егер біз пайызбен көрсеткіміз келсе, біз оны 100%-ға көбейте аламыз. Былай, сонда 29,5 граммды ерітіндінің массасы 129,5 граммға бөлгенде, және 100%-ға көбейтеміз, бізде грамм мен грамм қысқарады, сонда бізде 22,8% шығады. Бұл не деген сөз? Егер барлық ерітіндінің массасы 100% болса, масса бойынша 22,8% бұл еріген зат, яғни магний хлор 2, ал қалған 77,2% еріткіш, яғни бұл су болып келеді. Келесі Б мысалы: массасы 278 мг литий фториді 475 мг суда ерітілді. Бұл жерде бірінші назар аударатын нәрсе, масса бізге грамм емес миллиграммен берілген, алайда еріген заттың массалық үлесін есептеген кезде бізде еріген зат пен ерітіндінің массаларының өлшем бірлігі қысқарады. Ең бастысы, ерітінді мен еріген заттың массаларының өлшем бірлігі бірдей болу керек. Сондықтан грамм болса да, миллиграмм болса да, біз еріген заттың массалық үлесін кез келген өлшем бірлікпен таба аламыз. Ең бастысы, олар осылай қысқарып, бізге массалық үлесті беру керек. Енді ерітіндінің компоненттерін жазып алайық. Еріген зат бұл литий фториді. Литий фторидінің массасы 278 мг, және еріткіш бұл су. Судың массасы бізде 475 мг. Ерітіндінің массасы сонда 278 мг литий фторидінің массасын біз судың массасына қосамыз. Сонда бізде 753 мг шықты. Бұл ерітіндінің барлық массасы. Енді литий фторидінің массалық үлесін табу үшін біз литий фторидінің массасын бөлеміз барлық ерітіндінің массасына. Бұл жерде массалық үлесті 100%-ға көбейтпей, оны ондық бөлшек ретінде көрсетейік. Сонда литий фторидінің массасы 278 мг, және барлық ерітінді бізде 753 мг. 278-ді 753-ке бөлгенде шамамен 0,369 шықты. Енді осы массалық үлесті біз сонымен қатар пайызбен де көрсете аламыз. Бұл үшін мына бөлшекті біз 100%-ға көбейтеміз.
100%-ға көбейтсек, бізде мынау 0,369 болды. 100-ге көбейткенде ол 36,9%-ға ауысады. Егер ерітінді бізде 100%, ол 753 миллиграмм. Масса бойынша осы 100%-ның 36,9% еріген зат құрайды, ал қалған 63,1%-ді еріткіш құрайды, және еріткіш бұл су болып келеді. Еріткіштің массалық үлесін біз 100-ден еріген заттың массалық үлесін азайтқанда осылай таба аламыз. Себебі олардың қосындысы бізге әрдайым 100%-ді беру керек. Келесі есеп. Көлемі 170 мл бензолда массасы 1,8 грамм күкірт ерітілді. Бензолдың тығыздығы 0,188 грамм миллилитрге тең болса, дайындалған ерітіндідегі күкірттің массалық үлесін есептеңіз. Бұл жерде бірінші ерітіндінің компоненттерін жазып алайық. Еріген зат бұл жерде не? Бірінші сөйлемге назар аударайық. Бірінші сөйлемде бізде 170 мл бензолда 1,8 грамм күкірт ерітілді деп айтылып тұр. Яғни не ерітілді? Күкірт ерітілді. Яғни күкірт бізде еріген зат болып келеді. Оның массасы 1,8 грамм. Келесі еріткіш бізде бұл бензол, себебі бензолда ерітілді. Және бензолдың массасы бізге әлі белгісіз. Бензолдың массасы себебі берілмеген бұл жерде. Бірінші сөйлемге назар аударатын болсаңыз, бізге бензолдың көлемі берілген. Оны мына жерге жазып алайық. Ол бізде 170 мл-ге тең. Ал екінші сөйлемге назар аударатын болсаңыз, бізге дайындалған ерітіндідегі күкірттің массалық үлесін табу керек. Күкірттің массалық үлесін табу үшін мен күкірттің массасын барлық ерітіндінің массасына бөлемін. Алайда ерітіндінің массасын мен еріткіштің массасын білмей таба алмаймын. Сондықтан маған еріткіштің массасын табу керек. Еріткіштің массасын қалай табам? Бұл жерде еріткіштің массасын табу үшін маған бензолдың тығыздығы берілген. Бензолдың тығыздығы 0,188 грамм миллилитр. Тығыздық бізде бұл масса бөлінген көлем. Яғни бұл формуладан мен массаны тапқым келсе, мен тығыздықты көлемге көбейтемін. Бұл жерде бензолдың массасын табу үшін оның тығыздығы, яғни 0,188 грамм миллилитрді көбейтеміз 170 миллилитрге. Сонда менде миллилитр мен миллилитр қысқарады. 149,16 грамм шықты. Бұл еріткіштің массасы. Онда ерітіндінің массасын табу үшін біз осы 1,8 грамм күкіртті қосамыз еріткіштің массасына, яғни 149,16 граммға. Сонда ерітіндінің массасы 151,4 грамм. Мына формулаға оны қоямыз. Мына жерде 100%-ға көбейте салайық. Күкірттің массасы 1,8 грамм. Барлық ерітіндінің массасы 151,4 грамм. Көбейтеміз 100%-ға. Бізде грамм мен грамм қысқарады. Сонда менде 1,8-ді 151,4-ге бөлеміз. Сосын оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда менде шамамен 1,2% шығады. Бұл не деген сөз? Мына бензол мен күкірттен тұратын ерітінді, барлық ерітіндінің массасын 100% деп алатын болсақ, еріген зат бұл күкірт бізде тек қана 1,2%-ды құрап тұр, ал қалған барлығы 98,8%-ы бұл бізде еріткіш, яғни бензолға келіп тұр. Келесі есеп, судың 500 миллиграммында көлемі 65 миллилитр қалыпты жағдайдағы аммиак ерітілді. Түзілген ерітіндідегі аммиактың массалық үлесін анықтаңыз. Бұл жерде де ерітіндінің компоненттерін жазайық. Еріген зат аммиак NH3. Бұл жерде бізге аммиактың қалыпты жағдайдағы көлемі берілген 65 миллилитрге тең. Және еріткіштің массасы, еріткіш бізде су, және еріткіштің массасы бізде 500 миллиграмм. Бұл жерде өткен мысалға ұқсас, біз ерітіндінің массасын әлі таба алмаймыз. Себебі бізге еріткіштің массасы берілген, алайда еріген заттың массасы белгісіз. Бізге ол газ болғандықтан, оның қалыпты жағдайдағы көлемі беріліп тұр. Біздің каналымызда моль ұғымы бойынша плейлистінде
газдардың қалыпты жағдайдағы көлемі бойынша олардың зат мөлшерін табу бойынша видео жүктелген. Және сол плейлистте сонымен қатар заттың зат мөлшері бойынша оның массасын табу бойынша да видео бар. Ол видеоларды көру үшін жоғарыда шыққан сілтемеге басуыңызға болады. Бірінші біз 65 мл қалыпты жағдайдағы аммиактың зат мөлшерін табайық. Зат мөлшерді табу үшін біз осы газдың көлемін оның қалыпты жағдайдағы малярлық көлеміне бөлеміз. 65 мл бөлеміз газдардың қалыпты жағдайдағы малярлық көлемі 22,4 литр бөлінген моль. Бұл жерде 65 мл дегенде милли префиксін мен тимеймін. Тек қана мына литр мен литрді қысқартамын. 65-ті 22,4-ке бөлсек 2,9 шығады. Және мына милли префиксін мен жазып аламын қазір. Және бөлімдегі моль мына бізге алымына моль деп шығып, миллимен бірге миллимоль береді. Бұл миллимоль дегеніміз не? Милли дегеніміз бұл 10-ның минус 3 дәрежесіндегі моль, немесе бұл 0,0029. Мен үшін мынандай санмен жұмыс істеу ыңғайлы болып келеді, сондықтан мен миллимольді қолданамын келесі есептеуге. Енді осы зат мөлшерінен біз аммиактың массасын таба аламыз. Бұл үшін оның зат мөлшерін аммиактың малярлық массасына көбейтеміз. 2,9 миллимольді көбейтеміз. Аммиактың малярлық массасы 17 грамм моль. Бұл жерде моль және моль қысқарады, милли тимейміз. 2,9-ды 17-ге көбейтсек, 49,3 миллиграмм шығады. Себебі бізде милли префикс қалды және мен жерде грамм қалды. Сонда біз аммиактың массасын таптық. Аммиактың массасы, мен жерге жазып алайық, 49,3 миллиграмм. Енді мен ерітіндінің массасын таба аламын. Бұл 500 миллиграммға қосамыз 49,3 миллиграммды. Сонда бізде 549,3 миллиграмм ерітінді шықты. Енді аммиактың массалық үлесін табу үшін оның массасын ерітіндінің барлық массасына бөлеміз. Көбейтеміз 100%-ға. 49,3 миллиграммды бөлеміз 549,3 миллиграммға көбейтеміз 100%-ға. Бұл жерде милли мен милли қысқарады, 9 пайыз шығады. Бұл не деген сөз? Аммиакты суда ерткен кезде бізде ерітінді түзіледі. Бұл ерітіндінің масса бойынша 9% аммиакқа келіп тұр. Және қалған 91% бізде еріткіш, яғни суға келіп тұр. Келесі есеп, массасы 40 грамм суда, массасы 3,5 грамм темір эквивалентті сульфат гептогидраты, яғни феррум SO4, көбейтілген 7H2O, ол бізде темір купаросы деп аталады. Осы темір купаросы ерітілді суда. Алынған ерітіндідегі темір эквивалентті сульфатының массалық үлесін анықтаңыз. Бұл есеп кішкене күрделі есеп болып келеді басқа мысалдарға қарағанда. Себебі бұл жерде егер бірінші сөйленге назар аударатын болсаңыз, бізде суда не ерітілді? Суда темір купаросы ерітілді. Темір купаросы дегеніміз бұл мына кристаллы гидрат. Кристаллы гидрат дегеніміз құрамында су молекулалары бар кристаллды атаймыз, яғни кристалл тор құрамында су молекулалары бар. Бұл жерде бізде темір эквивалентті сульфаты бұл иондық кристалл торы бар зат, және ол су молекулаларымен бірге осындай кристаллы гидрат түзейді. 3,5 грамм бұл осы барлық темір купаросы. Алайда екінші сөйлемге назар аударатын болсаңыз, бізге темір эквивалентті сульфатының массалық үлесін ерітіндіде табу керек. Тек қана мына темір эквивалентті сульфатының бізге массалық үлесін ерітіндіде табу керек. Бұл не деген сөз? Еріген зат
не ертілді бізде? Бізде темір купорос ертілді. Бұл темір еківалентті сульфаты деген 7H2O. Еріткіш бізде су, яғни H2O деп жазып алайық мына жерге. Және бұл темір купоросының массасы, мен оны еріген зат деп жазып алайын, барлық формуланы жазбас үшін 3,5 грамм. Және судың массасы бізде 40 грамм. Онда мен ерітіндінің массасын таба аламын. Бұл қиын емес. Бұл үшін 3,5 граммды қосамыз 40 граммға. Сонда бізде 43,5 грамм ерітінді шығады. Енді екінші сөйлемге назар аударайық. Алынған ерітіндідегі темір еківалентті сульфатының массалық үлесін бізге табу керек. Яғни бізге тек қана темір еківалентті сульфатының массасы қажет. Темір купоросындағы су молекулалары, мына 7H2O, ол мына еріткішпен бірге қосылады деп есептейік. Онда, жаңа айтқандай, бізге темір еківалентті сульфатының массалық үлесін табу үшін тек қана темір сульфатының массасын табу керек. Мына 3,5 грамм бұл барлық темір купоросының массасы, яғни феррум SO4 көбейтілген 7H2O. Осы 3,5 граммдағы темір еківалентті сульфатының массасын табайық. Бұл үшін ең бірінші біз салыстырмалы молекулалық массасын табу алайық. Феррум SO4 7H2O. Темір бізде 56, күкірт 32, оттек 4 атом, көбейтеміз 16-ға. Енді мынау бізде феррум SO4. Малярлық массасын санаған кезде біз судың салыстырмалы молекулалық массын темір сульфатының салыстырмалы молекулалық массына қосамыз. Алайда мына жерде су молекулаларының алдында бізде 7 коэффициенті тұр. Бұл жерде судың молекулалық массын біз 7-ге көбейтеміз. Яғни бұл жерде 7 көбейтілген судың молекулалық массы бұл 2 көбейтілген 1, себебі 2 атом сутек. Және қосамыз 16-ға. Мынау бізде барлығы 7H2O. Және олардың массалары қосылады. Сонда бізде 278 шығады. Бұл барлық кристалл гидраттың салыстырмалы молекулалық массасы. Бұл жерде темір еківалентті сульфатының салыстырмалы молекулалық массасы 152. Үстінен 152 деп жазып алайық. Ал су бізде 126. Енді зат құрамының сақталу заңына сәйкес, қандай темір купоросын алсам да, ол таза темір купорос болса, әрине, онда әрдайым 278 грамм темір купоросында әрдайым 152 грамм темір еківалентті сульфаты болады. Яғни мына пропорция 278-дің 152 граммға пропорциясы әрдайым сақталады. Бұл не деген сөз? Мына пропорцияны жазып алайық. 278 грамм темір купоросында әрдайым 152 грамм. Бұл әрдайым грамм емес, сіз кез келген өлшем бірлігін аласыз, себебі бұл пропорция. 152 грамм темір еківалентті сульфаты болады. Енді мен 278 грамм емес, 3,5 грамм темір купоросын алайын. Яғни 3,5 грамм темір купоросында менде қанша грамм темір еківалентті сульфаты болады екен. Оны біз осылай пропорция арқылы таба аламыз. Себебі бұл зат құрамының сақталу заңына сәйкес. Онда темір еківалентті сульфатының массасы табу үшін мен 3,5-ті 152-ге көбейтемін. Бөлеміз 278 граммға. Сонда менде 1,9 грамм шықты. Бұл темір еківалентті сульфатының темір купоросындағы массасы. Яғни бізде 3,5 грамм бұл барлық темір купоросы. Тек қана темір еківалентті сульфатының массасы бұл жерде 1,9 грамм. Ал енді мен оның массалық үлесін таба аламын. Бұл үшін темір еківалентті сульфатының массасын 1,9 граммды біз барлық ерітіндінің массасына бөліп 100%-ға көбейтеміз. Темір еківалентті сульфатының массасын
1,9 граммды бөлеміз 43,5 граммға. Көбейтеміз 100%-ға. Менде шамамен 4,4% шықты. Бұл не деген сөз? Егер осы барлық ерітіндіні алатын болсам, барлық ерітіндінің массасы бұл 100%, оның 4,4% масса бойынша бұл темір эквивалентті сульфаты, ал қалған 95,6% бұл су болып келеді. Енді бұл видеода біз сіздермен есептерді шығарып, еріген заттардың ерітіндідегі маслық үлесін табуды үйрендік. Келесі видеоларда біз осы тақырыпты жалғастырамыз және басқа да мысалдарды шығарамыз. Егер бұл видео бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарияға жазуыңызға болады. Бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазуды ұмытпаңыз.